Синан, Бетіме айт, әке. Бәрі сенің кесіріңнен болды. Синан балам, сен мені түсінбедің. Қысылма, бетіме айт, әке. Ол әйелдің көзін құртайық дедім. Бірақ сен әдейі тыңдамадым десеңші. Ағаңның Қазанның сол жағдайға тап болуына сен кінәлісің деп айт. Балам, Мен болсам қайдағы бір есалаңды анашым деп, ағамды құтқармақшы болып жүрмін. Ақыры не болды? Содан қаһарман болдым ба? Әлгі жындыға көмектесіп, Қазанды орға жыққан жоқпын ба? Синан өтінем. Ағамды тірідей көмуіне себепші болдым. Бәрін істеген мен, бәрі менің кесірімнен болды. Синан жетер. Балам өтінем, сабанға түс. Сен онсыз да көзсіз ерлік жасап, ауыр жүкті көтеріп жүрсің. Бірақ осы да жетер. Мен бұған жол бермейм. Еш қашан. Тыңда мені. Біз бұл мәселені шешеміз. Түсініп тұрсың ба? Сені ол әйелден құтқарамын. Мен сені құтқарам. Әкеңе сен. Жарай ма? Мен сені құтқарам. Сені құтқарамын, балам. Өз тәсілдеріммен құтқарам.